Сәлем, сылықты жаны жақсы көретін сұлу көрермендерім. Бүгін носогубный складки дейді, мұрынның айналасындағы әжімдер және де беттің салбырауы, соны болдырмас үшін қандай жаттығулар, қандай амалдар жасаймыз, соны көрсете кетейін. Ең біріншіден беттеріңізді жуып аласыздар, тап-таза бетке жасайсыздар, қолдарыңызда таза болу керек болады. Ал жаттығу мына бөлікке. Ол үшін біз О деп ашамыз, кішігірім О, Үй, мына бөлікті тартамыз. Кішкене иегімізді алға қарай, иықтарымыз артқа қарай, иегіміз кішкене алға қарай. О, кәдімгідей мына бұлшеттердің мына бөліктің тартылып жатқан байқайсыздар, жұмыс жасап жатқан байқайсыздар. 20-25 рет жасаймыз. Ал O, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Мен 20 рет жасай берейін, сіздер 25 рет, одан да көп жасай алсаңыздар, жасай беріңіздер. Сосын жұмыс жасаған бұлшеттерге кішкене осылай сипалап өтеміз. Ал келесі тілімізбен, сағаттың тілімен, сағат тіліне қарсы 10-15-20 рет жасаймыз кән. Негізінде 10 рет жасасаңыздар, уже сіздердің тілдеріңіз де ауырып кетеді, және бұлшеттеріңіз де ауыра бастайды. Керемет, ауырып кететін болса, қатты былай жасап жүріңіздер. Кішкене расслабить ету үшін. Ал енді ауа жинаймыз. Үстіне, астына ауаны жібереміз. Жиырма 25 рет жеткілікті. Енді негізінде мұрынның жанында мындай бұлшет бар. Мына жерден мына жерге дейінгі. Сол бұлшет тартылатын болса, кішірейтетін жиырылатын болса, онда мына бөлшекте былай жиырылып тұрады, сосын мына бөлшектегі, мына жердегі бұлшетке де әсер етеді, ол да кішірейеді, сөйтіп носогубный складки пайда болады. Яғни біз комплексно жұмыс жасауымыз керек деген сөз. Мұрынды көтереміз су сасатпен, мына жеріміздің үстіңгі бөлігімен астына қарай тарта бастаймыз. 1, 2, 3, отыз рет жасасаңыздар да болады. Керемет. Ал енді сіздерде гуаша болатын болса, гуашамен, немесе вакуумный массажер банка болатын болса, сонымен жасасаңыздар болады, немесе қолмен жасауға да болады. Ал енді мен сіздерге әрқайсысын бір-біртіндеп көрсетіп жүрейін. Ол үшін кішкене май жағып жібересіздер беттеріңізге. Беттеріңізге май жағып жібересіздер. Ал енді гуашамен бастаймыз. Гуашаны ыстаған кезде былай қараңыздар, 90 градусқа астамайсыздар, 45 градусқа былай жантайтып өткізесіздер. 1, 2, 3, 4. Сосын гуашаны жасамас бұрын сіздер холодильникке салып қойсаңыздар, морозилікке емес холодильникке салып қойсаңыздар, салқын әсер болады, керемет әсер болады. Қан айналым тезірек жүруге әсер етеді сол салқындық.
Ал енді вакуумный массаж жасайтын баночкамен. Ал ол үшін сіздер бір жағына қолдарыңызды қоясыздар, тартып кетпеу үшін. И мына баночканы орташа басасыздар. Осылай. Ернің астынан құлаққа дейін жүргізіп өтесіздер. Осылай бір 10-15 рет жасайсыздар. Уже көрдіңіздер ма? Қызарып, қан айналымы жақсара бастады. Мына жақты қараңыздар, және мына жақты қараңыздар. Екі түрлі әсер. Так, ал кеттік. Осылай жасайсыздар. Ал енді қолмен қалай жасайсыздар? Қолмен 1, 2, 3, 4, 5, 6. Обязательно май жаққан кезде байқайсыздар. Қандай бетке май жағуға болмайды. Акне, жара, купероз болатын беттерге май жағып массаж жасауға болмайды. Бүкіл алақаныңызбен былай қараңыздар. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Осылай жасайсыздар. И майды міндетті түрде пенкамен, гельмен, немесе немен жуасыздар беттеріңізді. 3-4 рет жуып тастаңыздар. Беттеріңізде май қалып кетпесін, жарай ма? Осындай жаттығулар жасайтын болсаңыздар, қараңыздар. Даже мен қазір өзімде байқап тұрмын, мына жағымдағы носогубный складки жақсы көрініп тұр да, мына жақтағы носогубный складки уже кішкене разгладилась. Осындай жақсы жаттығулар, жақсы массаждар жасайтын болсаңыздар, күнделікті де жасай беруге болады, 20-25 реттен. Әсері зор болады. Жақсы сау саламатта болыңыздар, қыздар. Егер де менің каналым ұнап жатса, менің сіздерге деген кеңестерім ұнап жатса, массаж жаттығулары ұнап жатса, лайк басып, комментарий жазып, және тіркеліп кетсеңіздер болады. Жақсы көремін, сау саламатта болыңыздар.